саған домбыра туралы айтқым келеді. Домбыра жай ғана ағаштан жасалған аспап емес. Ол қазақтың жүрегі. Екі шегі бар болса да, оның үні шексіз. Сол екі шектің арасында тұтас бір халықтың тағдыры, тарихы, арманы мен үміті жатыр. Ұлым, домбыраны қолға алғанда саусақтарың тек шекті ғана қозғамайды. Сен өткенмен байланыс орнатасың. Домбыра сені сабырлы болуға үйретеді. Себебі күй тарту үшін алдымен тыңдай білу керек. Бір күні сен домбырамен күй тартқанда, мен сенің тек әуен емес, жүрегіңнен шығарғаныңды қалаймын. Сенің үніңде батылдық, мейірім, адалдық болсын. Ұлым, домбыра үйрену тек өнер емес, бұл өзіңді тану, бұл ұлтыңды құрметтеу, бұл рухыңды биік ұстау. Домбыраның үні еш қашан өшпесін.